Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық. Балмұздақ жаздың ең сүйікті тәттісі. Бірақ оның дәмінің артында не жасырулы екенін білесіз бе? Көпшілік оны балаларға еш ойланбастан сатып әпереді. Алайда кей балмұздақтың құрамы нағыз химиялық қоспаға толы. Кейбір түрлерінде трансмайлар бар, бұл жүрек ауруының басты себебі. Түс беретін қоспалар E102, E129 жүйке жүйесіне кері әсер етеді. Кей бояғыштар тіпті балаларда гиперактивтілік туғызады. Қанттың мөлшері күнделікті нормадан бірнеше есе жоғары болуы мүмкін. Күнде жеу, бауыр мен ұйқы безіне ауыр соққы. Қант диабеті мен семіздікке апаратын жол осы тәттіден басталуы мүмкін. Қатерлі ісіктің туындауына әсер ететін қоспалар бар. Сүт емес, өсімдік майы қосылған жасанды балмұздақтар жиі кездеседі. Кейбір өндірушілер оның құрамын толық жазбайды. Жасырын түрде пальма майы мен соя негізіндегі өнімдер қосылады. Бұл қоспалар ағзада жиналып, уға айналады. Бір реттік ләззат, ұзақ мерзімді дерттің бастауы болуы мүмкін. Ересектерде, балаларда бұл қауіптің фарқында емес. Біз жеп жүрген балмұздақ нағыз химиялық коктейль. Кей балмұздақ тіпті пластик дәм беретін ароматизаторлармен дайындалады. Ол табиғи өнім емес, ол лабораториялық өнім. Асқазан ішек жолдарына ауырлық түсіреді. Иммунитеттің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Балалар жиі ауырса, себеп осында болуы да мүмкін. Ешкім балмұздақты дерт көзі деп ойламайды. Бірақ дәрігерлер оған назар аудару керек дейді. Әсіресе арзан балмұздақтың құрамы өте күмәнді. Бағасы арзан, зияны көп. Балмұздақ сақтау жолы да өте маңызды. Қайта мұздатылған өнім улануға әкелуі мүмкін. Сапасыз балмұздақтан ішек инфекциясы таралуы мүмкін. Балмұздақ аллергия тудыруы да мүмкін. Балаларда бөртпе мен тыныс тарылу жиі кездеседі. Балмұздақты таңдағанда міндетті түрде құрамын оқыңыз. Табиғи сүт, қант, маймен жасалғанын іздеңіз. Брендке емес, құрамға мән беріңіз. Өз қолыңызбен жасаған балмұздақ ең қауіпсізі. Балаңыздың денсаулығы сіздің таңдауыңызға байланысты. Күнделікті әдет, болашақтағы дертке айналмасын. Жаздың қызығы уайымға айналмасын. Жасырын дәмді тәттінің ішінде екенін ұмытпаңыз. Күн ыстықта салқын балмұздақтың дәмі тілі үйренеді. Бірақ сол тәттінің артында қаншама жасырын қауіп тұрғанын көп адам білмейді. Кей балмұздақтардағы жасанды тәттілендіргіштер адам ағзасына нағыз сынақ. Аспартам, сахарин, ацетсульфамид, бұлардың барлығы химиялық жолмен алынған. Олар жүйке жүйесін бұзып, тәуелділік тудырады. Сондай-ақ гормондық тепе-теңдікті бұзуы мүмкін. Балаларда сөйлеу, есте сақтау және назар аудару қабілеті нашарлауы мүмкін. Оған қоса, кей балмұздақтарда антибиотик қалдықтары табылып жатады. Бұл мал сүтінің дұрыс тексерілмеуінен болуы мүмкін. Мұндай өнімді жиі пайдалану ішкі ағзаға ауыр салмақ түсіреді. Бүйрек, бауыр, ұйқы безі бәрі зақым көруі ықтимал. Ал қыз-келіншектер үшін бұл өнім тері, гормон, зат алмасуға да әсер етеді. Бет терісіндегі бөртпелер, артық салмақ, ұйқысыздық бәрі балмұздақтан болуы да мүмкін. Сіз мұны жай стресс не ауа райынан көресіз, бірақ себебі ас мәзірінде болуы мүмкін. Балмұздақтың сақтау мерзімі де күмәнді кей өнімдерде 1 жылға дейін көрсетіледі. Сонда ол неден жасалған? Табиғи өнім 1 жылға қалай сақталады? Өкінішке қарай, біз көп жағдайда осыны ескермейміз. Дәмді десерттің бағасы кейін қымбат емделуге ұласпасын. Сол себепті дүкен сөресінен кез келген балмұздақты алмаңыз. Арзан, түрлі түсті, өте тәтті балмұздақтардан бас тартуға кеңес береміз. Балмұздақта шынайы сүт, табиғи қант және қауіпсіз сақтау шарттары болу керек. Ең дұрысы үй жағдайында дайындалған балмұздақ. Сонда ғана не жеп жатқаныңызға сенімді боласыз. Жаз, демалыс, қуаныш, бірақ денсаулықтан маңызды ештеңе жоқ. Бүгінгі тәтті, ертеңгі дертке айналмасын десеңіз, ойланыңыз. Сіз не жесеңіз, соған айналасыз. Абай болыңыз, балмұздақтың ішінде тек дәм емес, қауіп те бар екенін ұмытпаңыз. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық.